Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздерге өте оңай, қарапайым үй жағдайындағы пирогтың рецептімен бөлісемін. Бұл пирогты бірінші рет пісірсеңіз де өте әдемі болып шығады. Және де жасалу жолы да қиын емес, үйдегі бар затпен жасалады. Сондықтан видеомды соңына дейін қараңыздар. Мен керекті қоспаларды төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Ондай болса бастайық. Ең бірінші біздер жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз. Бұл жерге миксердің де қажеті жоқ, қолымызбен осындай қолдың веншегімен араластырамыз. Сүтіміз бөлме температурасында тұрған болу керек, жылы. Енді сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде вилкамен де араластырсаңыздар да болады. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды осындай електен өткізіп аламыз, жақсылап тағы да араластырамыз. Үстіне разрыхителімізді саламыз. Ванилин болса, ванилинді салсаңыздар әдемі дәм береді. Пешімізді ұмытпай алдын ала қыздырып қойыңыздар. Массамыз осындай қоймалжың сұйықтау болуы керек. Енді формамыздың ішін аз мөлшерде сұйық май құйып жан-жағын майлап аламыз. Сіздерде формаларыңыз үлкендеу 26-лық диаметр болса, ол кезде өте жақсы. Менікі диаметрім 22-лік болғандықтан ішін осылай майлап, астына пергамент қағазын төсеп алдым. Енді қызып тұрған пешіміздер 30 минутқа қойып қоямыз, немесе 40 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Қыздар, міне пирогымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Мен бірінші рет пісірдім. Бірінші рет пісіргеннің өзінде де әдемі болып шықты. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Үстін өздеріңіз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Енді кесілу жолына қараңызшы, әдемі болып шықты. Сіздер де шайға пісіріңіздер, үйіңіздегі балдарыңызға пісіріп беріңіздер. Ең қарапайым пирогтың бірі. Міне пирогымыз жұмсақ болып шықты. Сіздерге де пісіруге кеңес беремін. Ойланбастан осы пирогты пісіріңіздер, шайға әдемі болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.